Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын кабачоктан жасалатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Алдымен 400 грамм кабачогымызды теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізіп болғаннан соң үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып араластырамыз және 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Осы аралықта пиццаның салмасын дайындаймыз. Салмасына мен қызанақ пен қиярды қолдандым. Қызанақты осылай домалақтап турап алдым. Содан соң қиярды да тура осылай домалақтап турадым. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Салмасын дайындап алдық. Енді біздің кабачоктарымыз да дайын болып қалды. Осылай суы шығады. Енді кабачоктарымызды сүзгішке салып, суынан жақсылап сырғытып аламыз. Дайын болған кабачоктарымызды құрғақ ыдысымызға саламыз. Содан соң оның үстіне 1 жұмыртқамызды жарып аламыз. Және ұнымызды саламыз үстіне. Барлық ингредиенттерді салып болғаннан соң кабачогымызды қасықпен біркелкі етіп араластырамыз. Бізде біркелкі масса шығу қажет. Содан кейін табамыздың үстіне пергамент қағазын жайып, оның үстін алдымен майлап аламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Майды жағып болғаннан соң үстіне кабачокты массамызды біркелкі етіп жайып аламыз. Видеодағыдай осылай қасықпен біркелкі етіп жайып шығамыз. Кабачоктан жасалған пицца өте дәмді әрі пайдалы болып шығады. Әсіресе ПП рецепт ретінде қолдансаңыздар болады. Біркелкі етіп жайып болғаннан соң үстіне салмасын орналастырып шығамыз. Алдымен қызанақтарымызды осылай қойып шығамыз. Содан кейін қиярларымызды қоямыз. Енді қызып тұрған пешімізде 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Бізде кабачогымыз қызарғаннан кейін барып, үстіне сырымызды сеуіп, тағы да пешімізге 5 минуттай сырымыз ергенше салып аламыз. Осымен кабачокты пиццамыз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Кабачокты пицца маған және отбасыма өте қатты ұнады. Кәдімгі пиццадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал ас болсын.